осылай шубаны көтеріп көреміз, алып кеттік. Пірс. Дайынсыздар ма? Қолымды только көтергізбей. Бір, екі, үш. Не маленькая. Енді қараңыздар. Мынау палантин өзі двухсторонний, одна согревает, вторая охлаждает. Суына салқындатады. Сосын кейін бұл Германия деген Менделеевтің кестесіндегі элементтерін жасалған. Әр адамның өзінің иісі, осылай құшақтап алыңыздар. Әр адамның өзінің иісін осы палантин сіңіріп алады бойына. Мен бір күні осылай өзіме орап қойған ғой, сосын мұнда бір апай кірді, о, сәлемет, сізбен құшақтадым. Біраздан кейін ана бойдың иісі сасып тұр ғой мынау палантиннің. Кеше апама жауып қойдым, апамның иісін түніме құшақтап жатты. Сосын кейін қараңыздар, бұл палантин не істеді? Мен басында маған былай айтатын, осы апалар айтатын. Представляешь, она снижает температуру, мен немереме жапқанда моментально температуру сбила деп айтқан. Сосын кейін, ой, апалар айта береді дедім. Мән берген жоқпын, палантин, я же могу без нее жить деп. Когда я узнала о ее свойстве, представляете, я влюбилась в этого товара прям. Я хочу палантин. Целый декабрь месяц мен айттым, я хочу палантин. Мне маған январь кезінде осыны сыйлыққа подарок етті, представляете? Енді не істейді бұл? Когда мынаны жамылып аласыз ғой, жамылып отырасыз ғой, я? Кез келген адам, ағандай бір негативный адамдар ғой, суға кеп тұрады, неме десеңдер. Саған өтпейді ғой, мына палантиннен өтпейді адамның энергиясы. Аха, жарайды, ашылада бер. Мың жерден мені жұлып жеңге келсең де, мынау тұрады, сені защищать етеді. Сіздің аура қабатыңызды қорғайды. Одан кейін бір күн естідім бір ападан, что бұл адам қорылдағанда соны басады. Мен жігітім анда-санда шаршап келгенде қорылдайтыны бар. Сосын мен алдым да оны үстіне осылай жауып қойдым. Я проверила, представляете, реально қорылдаған жоқ. Сосын алып тастадым екінші күні. Қорылдайды. Қайтадан жаптым, ертеңде келдім, осы жерде аузым жабылмайды. Палантиннің эффектісін айттым ғой. Сондықтан кез келген уақытта қолдана берсеңіздер болады. Постоянно за рулем жүргенде мен жамылып жүремін, өйткені бізде не кондиционер ұрады, иә? Мына жерде мысалы үшін ұрады, сондықтан жамылып отырып өзімізді суықтан қорғаймыз. Бір минут өтті ма? Өтті. Апай, аяқ жағына қарай келіңіз, иә? Шұғыланы көтерейік. Алып денелік ялған шығармыз, иә? Бір, екі, үш.